Саламатсыңдар ма балалар? Қазіргі сабақта сендермен мен өткіземін. Бүгін мұғалімдерің болмайды. Ал енді ауылдан көшіп кеттік. Олар көбісін көрген жоқ. Бірдеңе болса да үйреніп кетсін. Атың кім сен? Иса. Иса. Иттің баласын не деп атайды Иса? Күшік. Күшік деп айтады. Сен кішкене. Қойдың баласын Әлихан не деп айтады? Білмейді. Отыр. Екі. Не деп айтады? Қозы. Тамаша. Ешкінің баласын ше? Көрмеген ұмытып қалған. Ал енді сендерге тапсырма. Осылай сұрап отырам, экранға қарайсыңдар. Кім білсе, жүгіріп барып орындыққа бірінші отырамыз. Түсінікті ме? Кімдің жауабы дұрыс болса, сыйлық береміз. Түсінікті ме? Ал экранға сурет шығарайық. Аққудың баласын не деп атайды? Білесің бе? Отыр. Екі. Кім көмектеседі? Аққудың баласын не деп атайды? Сыйлық. Тамаша. Ағамыз ең бірінші қол көтерді. Көгілдір. Тамаша. Білмейтіндер біліп жүріңіздер. Аққудың балапанын қазақ көгілдір деп атайды. Бір қол соғып қояйық. Ағамызға сыйлық. Баламыздан кетіп қалды енді мүмкіндік. Сондықтан аға тойдан тоқтай сізге. Бір қол соғып қояйық. Келесі. Еліктің баласы. Еліктің баласы. Құралай. Елікті құралай емес. Кім біледі еліктің баласы? Білмейсіздер ме? Еліктігі еңлік. Еліктің баласын еңлік дейді, біліп жүріңіздер. Келесі. Мынау есектің баласы. Не деп атайды? Не дейді? Мал. Есектің баласын мал дейді екен. Білмесеңдер біліп жүріңдер. Есектің баласын есектің қодығы дейді. Түсінікті ма? Жаттап атсыңдар ма? Келесі. Аттың баласы. Он доп дұрыс. Біреуіне жауап берді. Кел. Приз саған. Есектің баласын қодық дейді. Жылқының баласын құлын дейді. Тамаша. Ал сен отыра бер, апарып бер. Тамаша. Ал Әлихан сендер жақындан көр. Келесі. Мынау киіктің баласы. Не дейтін? Киіктің баласы ма? Киіктің баласы. Бағана айттың ғой. Құралай. Тамаша. Келе ғой, кел. Саған да приз. Киіктің баласын құралай дейді. Тамаша. Мынау шайник. Анаң апарып бер, әжең апарып бер. Бір қол соғып қояйық. Тамаша. Бір болсын. Келесі. Қаздың балапанын не деп атайды? Бауырым. Қаздың балапанын мамыр деп айтады, әкеші болды. Келесі. Мысықтың баласын не деп атайды? Балалар. Мысық баласын деп айтады. Мысықтың баласын мышық деп айтады дейді. Кім біледі? Әлихан? Тамаша. Енді туылған кезде соқыр дейді. Мынандай кезінде марғау дейді. Әлихан кел. Біліп жүретіндер. Тамаша, Әлихан саған. Келесі. Бұны білесіңдер ғой енді. Сиырдың баласын не деп айтады? Енді білгендер кезек бақылан қосар ма? Бұзау деп еді. Балалардан сұрап адым ғой. Зау. Сузау? Зау. Бұзау, дұрыс. Бұзау, келе ғой. Криз. Қайнамыз сен ауылдан көшіп кетті. Үйде әке-шешесі жұмыста болады. Балаға бұны айтып отырып, ертек оқып беретін ата да әже де қалмай бара жатыр ғой. Сондықтан бұзауды да білмей жатыр олар. Келесі. Барыстың баласы. Не дейді барыстың баласы? Барыстың баласы арыстан екен біліп жүріңіздер. Саған семіз-екілік қоямын. Барыстың баласы, қарындасың?
Тамаша. Барыстың баласын алам дейді. Приз берейікші. Тамаша. Барыстың баласы алам. Тамаша. Ал, енді бір сұрақ қоям. Кім жауап берсе, бір приз алып соны алады. Келесіз ба? Келесіз. Түйенің баласы? Бота. Тамаша. Есімің кім? Жайна. Тамаша. Ал, балаларымызға бір қол соғып қояқшы. Ал, осындай сыйлығымызды балаларды бір қуантайық деп жатқанымыз ғой.